армысыздар. Рухани жаңғыру бағдарламасының 4 жылдығына арналған бейнероликтер челленджін Успен ауданынан қабыл алып, назарларыңызға Май ауданында қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру арнайы жобасында атқарылған жұмыстарды таныстырамыз. Ауданымызда арнайы жоба бойынша бірқатар іс-шаралар жүзеге асты. Атап айтсақ, ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі жыл сайын латын әліпбиіне көшу, болашаққа бастар жол тақырыбында семинарлар өткізеді. Жиынға тіл жанашырлары, тіл мамандары, тілдерді оқыту орталығы қызметкерлері қатысып, өз ойларын ортаға салады. Латын әліпбиіне көшудің мемлекеттік тілдің дамуы мен қолданыс аясын кеңейтудегі маңызы зор болып табылады. Бүгінде әлемнің дамыған елдері латын әліпбиін қолданады. Сондықтан тілдің дамып өркендеуі әр ұлттың өзіндік ерекшелігі оның тілімен айқындалатындығы анық. Сонымен қатар латын графикасы негізінде қазақ тілінде жалпы халықтық ашық диктант жазу акциясы өткізілген болатын. Бұл шара Май ауданы ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімінің тікелей ұйымдастыруымен аудандық орталықтандырылған кітапхана және барлық білім беру мекемелерінде өтті. Аталмыш шараға 500-ден аса адам қатысты. Шара қорытындысы бойынша диктантты қатесіз, сауатты жазған қатысушы ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімінің атынан марапатталды. Май ауданының ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі мен Армандастар жастар орталығы Май ауданында 2020 жылдың наурыз айынан бастап тіл волонтері орталығын ашып, жұмыстар жүргізуде. Орталықта латын графикасы бойынша сабақтар беріліп, іс-шаралар өткізілуде. Ауданда мемлекеттік тілді үйренуге ниет білдірген тұрғындар үшін тегін оқу курстары жүргізіледі. Онда тек тіл үйрету емес, қазақтың салт-дәстүр, әдет-ғұрпы, ұлттық құндылықтары кеңінен дәріптеледі. Мемлекеттік тілді насихаттайтын оқу-әдістемелік құралдар тегін таратылады. Латын алфавитте үйретіледі. Орталықта аудан бойынша Армандастар жастар орталығы мен 11 еріктілер тобы сабақ жүргізіп, 1200-ден астам адам қазақ, орыс, ағылшын және латын алфавиті бойынша оқудан өтті. Жаз мезгілінде саябақтарда, халық көп баратын демалыс орындарында сабақтар жүргізілуде. Ауданда жер, су, ауыл және ауылдық округ саябақ атауларын латын негізді әліпбиге көшіру бойынша жұмыстар басталған болатын. Атап айтсақ, ауданымызда Кеңтүбек, Малайсары, Ақсарай, Қызылеңбек ауылдарының кіреберісінде арнайы стелла атауы латын әліпбиі негізінде өзгертілді. Май ауданында қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру арнайы жобасы аясында жұмыстар жалғасатын болады. Баршаңызды рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының 4 жылдығымен құттықтай отырып, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Еліміздің игілігі үшін аянбай еңбек етіп, мұратыңызға жетейік. Назарларыңызға рахмет айта отырып, челленджді Павлодар ауданына